Алейкум, канал көрермендері. Қазіргі кезде барлығына тарап атқан хит жаңағы ешкінің жүні. Ешкінің жүні 10 мың теңгеден екенде. Осындай ақпарат тарауда. Сіздерге мен турасын айта кетейін. Ол ешкінің жүні емес. Мынау қылдың астынан шығатын түктері. Мына осыларын апарып өткізсеңіздер, осылар мысалы үшін жоғары бағаланады. 10 мыңнан, 5 мыңнан сондайда. Мына түбінен шыққан түктері, аппақ-аппақ қылып шыққан түктері. Осылар. Одан кейін бұл түктерін қалай аламыз? Ол үшін тарақтар бар неше түрлі. Мына біреуі темір тарақ. Бұл да алғанға өте ыңғайлы мынау. Одан кейін екіншісі мынандай пластмасс тарақтар. Осылармен мысалы үшін күнделікті әр жәндегі сауған уақытта осылай тарасаңыз, содан өзі алынған түктерді апарып өткізуге болады. Солар жоғары бағаланады. Ал оның қылдары ондай бағаланбайды. Қылдары бір сол түктің жарты ақшасы болу керек. Міне көрген боларсыздар. Міне осы ең қымбат болып сатылып жатқан осылар. Ақпаратты көпшілік дұрыс тыңдамай, бір-біріне дұрыс жеткізбеуден қазір көптеген адамдар осыдан убиткіге отырып қалып жатыр. Яғни қымбатқа өткізе алады екенмін деп қымбат біреулерден сатып алады. Сөйтеді дағыны оны апарып өткізетін кезінде о жақтар алмаймыз. Тек қана осындай түктерін аламыз деп сонымен көптеген адамдар ұрынып қалып жүр қазіргі таңда. Мына көрсеңіздер, осына тарақпен күнделікті қазір уже көктем мезгілі осылай түлейтін уақыттары мына тарақпен өте керемет алынады. Міне көрген боларсыздар, мынаның бәрі осы жәндегі түбінен шығатын осылай түктері. Міне осындай ақ болды. Негізі асыл тұқымды ешкілерде көбіне сабылақтанып жүн қатты өсе қоймайды. Осындай түктер пайда болады. Себебі мынау суық уақытында жүндердің астынан түк пайда болады. Себебі ол да жәндегі жылу береді. Одан кейін уже табиғаттың құбылысы күн жылынғаннан кейін осылай түктеніп өздері уже шыға бастайды. Мына тарақпен осындай тарақ алсаңыздар болады. Бағасы бір бізде 1000 теңге тұрады, басқаларда білмедім. Енді бұл арнайы жарнама емес, бірақ сонда да осылай тарағанға өте қолайлы бұл. Міне көріп отырсаңыздар, не деген түк шығып жатыр. Міне мынау жақсы алады. Негізі бұл жылқыларға арналған тарақ. Ветеринарлық аптекаларда сатылады. Осылайынан әр сауған уақытта осылай тарап-тарап отырсаңыздар, міне сонда жылтырап, жаздың күнге жылтырап шыға келеді. Мен өзім осыны қашаннан болмай тауып алмай жүріп бүгін тауып алдым. Арнайы сіздер үшін салудамын. Егер видеоларымыз ұнаса, лайк басыңыздар, каналға тіркеле кетіңіздер. Барынша қолымызда уақыт бар кезінде сіздерге түрлі жаңашыл ақпараттар, түрлі пайдалы пікірлер білдіруге тырысамыз.